Сәлем, егер сен видео монтажбен айналыссаң, бірақ қандай программа таңдауды білмей жүрсең, онда дәл адреске келдің. Бұл видеода мен саған 3 түрлі видео өңдеу бағдарламасын көрсетем. Қазақша сөйлеу мүмкін емес. Видеоны бастамастан бұрын сендер 3 нәрсені білулерің керек. Бұл видеода Android пен iOS-қа арналған программалар жайлы айтпаймыз. Себебі телефон арқылы монтаж жасау бұл мүмкін емес нәрсе. Әрине ондай программалар бар, бірақ ол жерде кішкентай функционалмен шектеліп, және де компьютерде монтаж жасау өте оңай, және бұл жерде абсолютті түрде кез келген эффектті жасай аласыңдар. Сондықтан егер сендерде компьютер болса, телефонмен монтаж жасаудың мағынасы жоқ. Екінші видеода біз Filmora, Movavi сияқты кішкентай программалар жайлы айтпаймыз. Себебі ол жерде функционал Android-тан ешқандай артықшылығы жоқ. Және үшінші видеоға лайк бас, кеттік. Сонымен ең басында біз қандай мақсатпен видео монтаж жасаймыз, соны анықтап алайық. Мүмкін сен блог түсіруің мүмкін, әртүрлі ойындар түсіруің мүмкін, немесе клип түсіруің мүмкін. Мен қазір саған 4 түрлі программа жайлы айтамын. Бұл 4 программаның арасында нақты мынау мықты деп айта алмаймын, себебі әр программаның өзінің мұқият кеттік. Және бірінші программа бізде Sony Vegas Pro. Жалпы егер YouTube-тан монтаж туралы роликтерді қараған болсаң, бұл программа жайлы сен бірінші рет естіп тұрған жоқсың. Бастапқы видеомейкерлердің арасында өте танымал программа деп айта аламын. Vegas Pro-да өте көп функция бар, және интернетте миллиард плагин бар. Сондықтан сен почти қалаған эффектіңді Vegas Pro-да жасай аласың. Жалпы егер YouTube-қа видео жасасаңдар, бұл программа сендерге артығымен жетеді. Тағы да бұл программаның плюстар ретінде үлкен танымалдығы, компьютердегі аз орын алатындығы, яғни Vegas Pro 1 гигабайттан артық орын алмайды. Сондықтан егер сендерде нашар компьютер болса, дәл осы программа сендерге арналған. Ал егер минустар ретінде Adobe программаларын қолдансаңдар, яғни Photoshop'та, After Effects'та қолдансаңдар, Vegas ол программалармен бірге жұмыс жасай алмайды. Сондықтан плюс-минустарын ескеріп, қорытынды жасасаңдар болады. Сонымен екінші программа бізде Adobe Premiere Pro. Бұл абсолютті түрде минусы жоқ программа. Кішігірім проблема бұл Adobe Premiere'дің оптимизациясында. Дегенмен де YouTube-та көптеген роликтер бар, қалай оптимизация жасау туралы. Жалпы программада қолынан келсе кез келген монтаж түрін жасауға болады, және плюс ретінде әрине After Effects пен Media Encoder мен Photoshop пен бірге жұмыс істей алатындығын айтсақ болады. Сонымен сенде егер компьютермен проблема болмаса, жақсы компьютер болса, Premiere Pro-дан артық программа табу мүмкін емес. Келесі үшінші программа бұл DaVinci Resolve. Бұл программа жайлы тіпті кәсіби монтажерлар да аз біледі, себебі DaVinci осы 1-2 жылда ғана танымал бола басталды. Жалпы программа негізінде цветокоррекция жасау үшін шығарылған, дегенмен 16-шы DaVinci-дан бастап бұл программаға Fusion атты қосымша қосты. Яғни Fusion бұл After Effects-тің көшірмесі деп айтсақ болады. Соның арқасында DaVinci Resolve осындай танымалдылыққа ие болды. Жалпы өз басым бұл программада жұмыс істеп көрдім. Әрине цветокоррекция бойынша ешқандай проблема жоқ. Бұл тұрғыда тіпті Premiere Pro-ны артта қалдырады, бірақ басқа монтаж түріне келгенде өте көп проблема бар. Программа Node арқылы жұмыс істейді, ал біз сияқты лейерға үйреніп қалған адамдарға бұл өте қиын. Егер сендер монтажды енді бастасаңдар, онда DaVinci-ге келуге болады. Сонымен ең соңғы орында бізде After Effects. Жаңа ғана бұл программа жайлы айттым, яғни Adobe Premiere'мен өте жақсы жұмыс істейді. Жалпы After Effects негізінде графикаға, motion дизайнға және спецэффекттерге арналған. Ал егер сендер қарапайым монтаж түрімен айналыссаңдар, бұл программа сендерге керек емес. Дегенмен де видео монтажға қатты қызыққан адам бұл программаны міндетті түрде білуі керек. Программа өте қатты қиын емес, тез үйреніп аласыңдар, бірақ бұл жерге келуден бұрын Premiere Pro немесе Photoshop'та тәжірибе жинап алған дұрыс. Сонымен бүгін видеода сендерге 4 түрлі керемет программа жайлы көрсеттім. Егер видео пайдалы болса, өздеріңе керек ақпаратты тапсаңдар, комментарийға жазып кетіңдер. Сендермен бірге болған Шекер.